Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлы 29 қара сөз. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты қара сөздегі автордың түйінді ойын ментальды картаны қолдана отырып баяндау. Ал сабақтың мақсаты қара сөздегі автордың түйінді ойын ментальды картаны қолдана отырып баяндайды. Абайдың 29 қара сөзімен танысып, келесі тапсырмаларды орындаңыз. Жеке жұмыс. Білу қадам арқылы орындаңыз. Абайдың қанша қара сөздері бар? Адал еңбекке не жатады? 29 қара сөздің негізгі идеясы қандай? Не себепті періштеге алтын қажет емес? Жұптық жұмыс. Түсіну қадам арқылы жасалады. Дескриптор. Абай неліктен мақалдардың адамшылыққа жарамайтұғыны да бар деп айтқаны? Қазақтың мақалдарын сынға алу себептерін диаграммаға жазады. Оқушылар жұптық жұмыста бірлесе отырып сұрақтарға жауап іздейді, себептерін жазады. Абай неліктен мақалдардың адамшылыққа жарамайтұғыны да бар деп айтқан? Себебі салыстырып кестені толықтырыңыз. Қара сөздегі мақал мәтелдерді Абайдың көз қарасымен және халықтық нұсқасымен салыстырады. Оқушылар қара сөздегі мақал мәтелдерді Абайдың көз қарасымен және халықтық нұсқасымен салыстыра отырып кестені толықтырады. Топтық жұмыс. Қолдану қадам арқылы тапсырманы орындаңыз. Дескриптор. 29 қара сөздегі мақал мәтелдерге өмірден алынған мысал келтіреді. Сұрақтарға толық жауап береді. Ментальды картаны толықтырады. Ментальды картаны толықтырыңыз. Оқушылар қара сөздегі автордың түйінді ойын ментальды картаны қолдана отырып, мақал мәтелдерге өмірден алынған мысал келтіріп толтырады.